Жақсы адамдарым әні. Домбыраны оңай тәсілмен қалай тарту керек, қазір сіздерге айтатын болам. Домбыра тартудың оңай тәсілі бар, ол яғни сандарды тек санап табу арқылы. Яғни мына жердегі сандарды тек домбыраның пернесінен санап басасыздар. Мысалы 5 болса барасыздар да 5-ші пернені басасыздар. 7 болса 7-ші пернені. Үстіндегі мына белгі төменге, мына ағылшынша V деген белгі әріп, ол жоғарыға тартамыз дегенді білдіреді. Қазір сіздерге толық түсіндіретін болам. Жарты сағат бойы сіздерге айтатын болам, қалай тарту керек оңай тәсілмен. Оңай тәсіл бар, бірақ көпшілігі тартып кете алмай жатыр, оңай тәсіл болса да. Қазір мен сіздерге асықпай түсіндіретін боламын. Мән беріп, видеоны әрі қарай соңына дейін тыңдаңыздар. Қазір домбыра арқылы көрсететін болам. Мысалы, қараңыздар, қазір домбыраны қойып алайын. Қараңыздар, мынау домбыра. Бұл домбыра Мынау домбыраның пернелері. Перне деген, яғни мына бөлшектері басатын. Мына бөлінген бөлшектер перне деп аталады. Мысалы, қазір көрсетейін. Домбыраны жақсылап қойып алайық. Мысалы, мынау ең бірінші, мынау құлағынан кейін саналғанда мынау бірінші перне болады. Мынау екінші перне, мынау үшінші перне, мынау 4, мынау 5, мынау 6-шы перне, мынау 7, мынау нешінші перне, мынау 7-ші перне. Қайттан айтайын, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни мына ең бірінші 1 болады, 0 емес. Мына сызықтан кейін келесі сан болып отырады. Рет-ретімен 1, 2, 3. Бұл жерде айырмашылық, мына жағы үсті болады. Мына жағы үсті, мына жағы асты болады. Яғни сан үстінде жазылса, оны үстінен басасыздар. Астында жазылса, астынан. Мысалы, мына жерде үстінде 5 тұр, ұзын сызық жүріп жатыр, үстінде 5, астында 7. Яғни бұлай жазайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5. 5 тұр ғой, 5-ті үстінен басасыздар. Үсті деген мына жағы. Мына қыл үсті деген. Ал асты болса, мына жағы болады. Яғни оны мына жақтан басасыздар, 5-ті. Астында тұрса, мына жақтан басасыздар. 5-ті үстінен басасыздар, бас бармақпен. Сосын 7 деп тұр ғой. 7-ні астынан басасыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ні астынан, үстінен емес, астынан. Сонда мына екеуі, мына 5 үстінен, 7 астынан басылады. Осы екеуін басасыздар. Дәл бұлай баспайсыздар, бас бармақпен басасыздар. Сосын астынан мына 4-ші саусақпен басасыздар. 7-ші пернені. Сосын қағыс мына белгі төменге тартамыз дегенді білдіреді. Яғни төменге тартамыз. Қағыс төменге, жаңағы 5 пен 7-ні басамыз да төменге тартамыз. Яғни 2 сан 1 қағыс болады. Әрі қарайда дәл солай кете береді. 5 пен 7 тағы да қағыс, бірақ жоғарыға, сосын төменге, жоғарыға, төменге. Алмай кезек жүріп отырады, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Яғни 5 қағыс. Мына қағыстардың барлығын қосқан кезде
жақсы бір музыка шығады. Жағымды әуен шығады. Мына қағыстардың барлығын қосып тартқан кезде. Көрдіңіздер ме? Сонда тек екі санды үстінен астынан басып отырасыздар. Мына екі сан бір қағыс. Бір қағыс, екі қағыс, үш, төрт. Алмай кезек төмен, содан кейін жоғары, қайттан төмен, қайттан жоғары, төмен. Қараңыздар. Мысалы 5 пен 5 болса, жаңағыдай барасыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Үстінен 5, мысалы астынан да 5. Көрдіңіздер ме? Солай басып отырасыздар. Мысалы былай басасыздар қазір. Көрсетейін. Қараңыздар. Мысалы 5 пен 7-ні былай ұстайсыздар. Бас бармақпен 5-ті, 7-ші пернені мына 4-ші саусақпен басасыздар. Сонда мынадай әуен шығады. Қазір мен тартайын.